Иман деген Алла тәбәрәка вә тағаланың шәриксіз, ғайыпсыз берілгеніне, барлығына, ва әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны якини иман десе керек. Екіншісі кітаптан оқу, бірлән яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларға керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, 1000 кісі 1000 түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды иман таклиди дейміз. Абай 13-ші қара сөзінен.